Жетімнің көз жасы жібермейді деген осы екен. Мен де өз өмірімнен сыр шертсем деп едім. Атам қазақ айтқандай, жерде бір жетім жыласа, көкте періште жылайды деген жайды басымнан өткердім. Түсінікті болу үшін басынан бастайын. Колледжде 2-ші курс оқып жүрген кезіміз. Өзімнің сөйлесіп жүрген жігітім болды. Содан колледжде бір баланы сол жігітіме ұқсатқан едім. Ол өте тәртібі нашар болатын. Бір күні қолы сынса, бір күні басын жаратын. Әйтеуір тыныш жүре алмайтын. Мен күлетін едім. Бір күні жоқ болып кетпесем болар еді деп. Бір күні дос қыздармен вечерге бардым. Содан екеуміз жүре бастадық. Екеуміз кәдімгідей ашық жүре бастадық. Бірақ апайлардың бәрі онымен сөйлескеніме қарсы болды. Ол апасымен таныстырып, оқуларымды бітіргесін үйлендірем деп қойған. Екеуміз той-домалаққа бірге баратынбыз. Ол әке-шешесінен ерте айырылып, нағашы апасының қолында тұратын. Орал қаласында. Оның маған үйленгісі келетін үнемі айтып жүретін. Жас қыз болғасын, екі жігітпен қатар сөйлесетінмін. Содан ауылда тұратын жігітім басқа біреумен сөйлесіп жүргенімді естіп, ойда жоқта мені алып қашты. Мен оны сүймесем де, балалық па, әлде қызық болды ма, әйтеуір сол елде келін болып қала бердім. Қаладағы жігітім артымнан іздеп келді. Бірге кетейік, сенсіз өмір сүре алмаймын деп жылады. Ішім өрт болып жанып барады. Енді ол өрт сөнбей, мен өмірге қайта келе алмаймын деп тізерлеп отырып көз жасын төккен. Бірақ мен ұят болады деп кетуден бас тартып, сол ауылда, сол үйде қала бердім. Арада бір айдай уақыт өткесін оқуыма оралдым. Мені көргенде әлгі бұрынғы жігітім маған жақтырмайтындай түр танытып, тыжырына қалды. Бір күні дос қызыма, жерде жетім жыласа, көкте періште жылайды деп, мен оның бағы ашылмасын деп тілеймін деп сәлем айтып жіберіпті. Мен ол кезде мән бермедім. Бірақ арада біраз уақыт өтіп, әлгі бұрынғы жігітімнің кезінде айтқан сөздері қарғыс болып дәл келді-ау деп ойлаймын. Біріншіме, аяғым ауыр кезімде жолдасым жол апатынан қайтыс болды. Ендігі айтайын дегенім, жетімнің көз жасы жібермейді деген осы екен. Артымнан ерген сіңілеріме сабақ болсын деймін. Сол ниетпен жасып отырмын. Мені кінәлап сөкпеңіздер. Әңгіменің авторы Айнұр, Батыс Қазақстан, Орал қаласы.